Ұлы сөзде ұят жоқ, аяғыңыздан жағымсыз иіс шығып, аяғыңыз терлеп жүрме? Бұл видео сізге арналады. Аяғына дейін көруге кеңес беремін. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Аяқтан шығатын жағымсыз иіс миллиондаған бактериялардың ортасы болып табылады. Сондықтан бактериялармен тез арада күресуіміз керек. Әсіресе ер адамдар үшін аяқ киім шешкен кезде, қонақтыққа барған кезде бірден мұрныңызға шуаштың иісі келеді. Яғни бұны халық арасында шуаш деп те атайды. Жағымсыз иіс пен тершеңдіктің себебін анықтап алуымыз керек. Ең бірінші себебі аяқтың гигиенасын дұрыс сақтамау, тырнақты уақытылы алмау, сапасыз тар аяқ киімнің киілуі, синтетикалық материалдан жасалған нәски шұлықтарды пайдалануымыз, гормональды өзгерістер, стресс, тері аурулары, мерзімі өткен аяқ киімдер, яғни күздің аяқ киімін жаз мезгілінде немесе көктем аяқ киімін жаз мезгілінде кию, қалың аяқ киімді мезгілсіз кию болып табылады. Жағымсыз иістен құтылу үшін ең бірінші аяқтың гигиенасын таза сақтауымыз керек. Күніне аяқтарымызды жылы суға жуып отыруымыз керек. Екінші, аяқ киіміңізді ауыстырыңыз, немесе ескі аяқ киіміңізді этил спиртмен залалсыздандырыңыз. Тар аяқ киімнен бас тартыңыз. Басқа біреудің аяқ киімін, нәскиін мүлде кимеңіз. Бұл жұқпалы да дерт болуы мүмкін. Аяқ киімнің сапасына мән беріңіз. Сапалы матадан тігілген аяқ киімді ғана таңдаңыз. Аяқтың гигиенасына ерекше мән бергеніңіз үшін күніне жылы ванна қабылдаңыз, яғни 2 литр жылы суға 2 шай қасық ас содасын қосып араластырып жылы ванна қабылдаңыз, және аяқтарыңыздың арасын міндетті түрде мақта тампонымен сүртіп шығыңыз. Және де аяғыңызға Теймурова маздарын, дәріханаларда антиперспиранттар бар, яғни аяққа себуге арналған, соны сеуіп қойыңыз. Аяқтың қан айналымын жақсарту мақсатында аяғыңызға массаж жасаңыз, және әртүрлі кремдерді пайдалансаңыз болады. Сонымен қатар күнделікті ваннамен бірге кірсабынмен, яғни дегтярный сабын бар аяққа арналған, сонымен міндетті түрде күніге 2 мезгіл аяғыңызды жылы сумен жуып жүріңіз. Аяғыңыз өте тершеңдік болып кетіп жатса, онда балаларға арналған просыпканы сеуіп қойсаңыз да болады. Немесе соданы, ас содасын құрғақтай аяқ киіміңіздің ішіне сеуіп қойыңыз. Ол ондағы микробтарды және иісті жоюға өте жақсы көмектеседі. Сонымен қатар шұлығыңызға ерекше мән беріңіз. Шұлығыңыз таза мақтадан жасалған болуы керек, және күніге ауыстырып жылы сабынды сумен жуып болғаннан кейін таза нәски киюге тырысыңыз. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар. Әлі талай пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын.